Қыздар, осындай элит десерт эскимоны менімен бірге дайындап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін өте әдемі, оңай десерттердің бірі. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаны миксерлейміз. Оның үстіне қантты салып, 2 есе болғанша миксерлеп аламыз. Осындай массаның үстіне сүт пен сұйық майды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді бөлек ыдысқа ұнды, какаоны, разрыхлительді, тұзды, құрғақ ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып дайындап болғаннан соң сұйық массамыздың үстіне бір-бірден салып, асықпай араластырамыз. Комок қалып қоймауы керек. Осындай сұйық масса дайын болады. Сосын оны пергаменттің үстіне құйып, жайып алып, алдын ала қызған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған осындай пирожныйымызды қолымызбен немесе миксердің көмегімен езіп алатын боламыз. Осындай масса дайын болады. Үстінен сары майды және сгущенканы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде масса бірігуі керек. Осы қолмен ұстаған кезде енді эскимоға арналған форманы аламыз да шпажкаларды қойып шығып, формаға орналастырып шығатын боламыз. Енді оларды морозилкаға бір түнге қалдырып қоямыз. Сосын осындай формамыз дайын болады. Алдын ала ерітілген шоколадта жағып шығатын боламыз. Менде ол видео түспей қалған. Енді сыртын безендіреміз. Осы шоколадпен безендірдім және де бетіне кокосты шашып шықтым. Сіздер де жасап көріңіздер. Дастархандарыңыздың сәнін келтіріп әдемі болып көрініп тұрады. Жасап көріңіздер, ас болсын.